Жаңа сұхбаттың басында айтып қалдыңыз, кезінде осы 90-шы жылдары, шекара ашыла бастаған кезде көптеген жастарымыз шетелге діни білім іздеп барып, дін екен деп сол жақтың салт дәстүрін, мәдениетін, менталитетін алып келіп жатты, соның зардабы қандай болды деп ойлайсыз? Қазіргі таңда бізде мынау салт дәстүрге деген қарама-қайшылық, салт дәстүрді жоққа шығару секілді бір кереғар сәттерді байқап қаламыз ғой. Енді бұл мәселе өте тарихымызда болып өтті. Не болса болды енді. Біраз адасты, біраз телевизорларды көріп жатырмыз. Сирияға келіп жатқан жайлары болды, қайтып келмегендері болды. Қайтып келгендері болса, енді жаза өтеу мекемелерінде өзінің өмірін өткізіп жатыр. Не болса болды. Бірақ та енді сол кезде сол сыртқа шығып кетуі, басқа елдерге барып ілім алуы не болды десе, таяқтың екі жағы бар. Біріншісі, енді ол кезде егемендігіміз алған кезде, бізде Советтік Союздан шыққан кезіміз, жоғарыда айтып өткенде діни кітаптар жоқ, ұстаздардың өзі жоқ дегендей басқа. Халықтың өзінің табиғи түрде талабы болды. Мен баламды қари қылсам екен, мен баламды ғалым қылсам екен. Өзіміз жергілікті жерден оқытайық десек, ғалым адам жоқ, айтқан ұстаздар жоқ. Болса да біреулер науқас болып қалды, біреулердің уақыты жоқ дегенде, енді қараса уақыт өтіп бара жатыр, олар енді мәжбүр болды деп айтсақ та бола ма, немесе осы оқиғалар, осы себептер себеп болды деп айтсақ бола ма, сыртқа шетелге шығып оқыды. Шетелге шыққан кезде біздің балаларды Бұхаринің жұртынан келді бұлар, Фарабиның жұртынан келді, Ахмед Яссауидің ұрпақтары деп жақсы қарсы алыптағы. Кейін олар материалдық тұрғыдан өздері көмектесіп, кейін байқалған нәрсе біздің салт дәстүрімізді мойындамайтын. Салт дәстүрімізді. Біздің қазақилығымызды umuman теріске шығаратын. Және біреулер президент болу бұл харам болады, халифат құру керек, анандай, мынандай деген бұл түкке тұрмайтын әңгімелерді айтып, балалардың басына кіргізіп, бізге кіргізді сол нәрсені. Бұл таяқтың бір жағы болды. Енді екінші жағы, әлбетте ол дұрыс емес. Әлбетте ол дұрыс емес. Өйткені, білесіз ба, адам қай жерде өмір сүрсе, сол жердің әңгімесін айту керек өзіне есі. Сол жердің әңгімесі деген нәрсеміз біздің Құран-ы Кәрімде ұрф делінеді, салт дәстүр делінеді. Құран-ы Кәрімде «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, уамур бил урфи ва а'рид анил жахилин, садақаллахул азим». Алла айтады, салт дәстүрге бұйыр. Салт дәстүрмен кетсін әркім өзін. Және жахил ілімсіз надандардан бет бұр дейді. Салт дәстүріміз бұл ұлтты ұстап тұратын бір негіздерден бір негіз десек, біз мұбалаға болмайды. Адамның салтының, дәстүрінің жоғалуы, тілінің жоғалуына өзіне әсерін береді. Ал тіл жоғалғаннан кейін өз ұлт жоғалуы бұл болып тұрған табиғи бір физикалық бір халат бұл нәрсе. Ал салт дәстүрін жоққа шығарудағы олардың көздеп тұрған мақсаты не еді деген өзге сол нүктесі керек. Оларға не үшін қызық болып қалды? Біздің Қазақстандан бір балалар барады, оқимын дейді, жаттаймын дейді, жазам дейді, алып келем дейді. Неге шариғатты оқыта бермейсіздер деген, салт дәстүрге де ұлтқа да тиісіп жатырсыздар деген мәселе. Тарихта білесіз бе, қай жерде бір соғыс шыққан болса, қай жерде бір ірткі пайда болған болса, сол халықтың басым көпшілік салт дәстүрі және тіліні жоғалту арқылы шыққан. Адамда психологияда сондай нәрсе бар да, бір адамға екінші жақты жамандай берсеңіз, жамандау әдісі күшейіп кеткеннен кейін, ол екінші жаққа болған адамда психологик радикалный бір ой пайда болады. Радикал ой пайда болғаннан кейін, оны өлтіріп тастау, немесе басқа нәрсе істеп қою, оған түкке тұрмайды. Ал бізді көрдік қой, 2014-те болды, 2010-дан бері қарай, сол басқа елдерге барып, сол біреуінің қанын халал деп санап, біреуінің малын халал деп санап, біреуінің жеріні менікі деп санап, қаншама адамдарды мерт болғандығы, қанша өздерді мерт болғандың куәсі болдық. Біз әр уақытты өзіміздің салтымызбен өмір сүрген халықпыз, солардың балаларымыз, біз де сүреміз, біздің де бала-шағамыз сүру керек. Бірақ та бұған Құрандан, хадистен, шариғатымыздан дәлелдер бар ма десе, өте көп дәлелдер бар бұл нәрсеге. Оны әлеуметтік желілерде айтып жатыр, кітаптарда жазып жатыр, және тағы басқа.